Саламатсыздар ма? Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге күріштен гарнир пісіремін. Айырып, адамызға майымызды қойып, етімізді, жуанымызды салып қойып аламыз. Екінші жағына қазанымызға май құйып, күрішімізді қойып аламыз. Буған, тазаланған күрішін қойып сонда күріштің крахмалы кетсе жақсы шығады. Мен маған күріш, фасоль, горох, морковь, сәбіз, болгар бұрышын бәрін қостым. Тұзын, бұрышын, ұлы қайысын қостым, горох қостым. Осының гарнирдің қасына мен азай болып шығады. Бәрін араластырып аламыз. Әбден пісіргенде горохымызды сала қоямыз. Міне осындай болып шығады. Ас болсын, рахмет.